Сәлем достар, қалайсыздар? Денсаулықтарыңыз қалай? Бүгінгі видеоны комментариядан алып отырмын. Іш кебу, метеоризм, іш кебу себептері, іш неліктен кебеді, сол туралы айтатын боламын. Оған дейін достар, егер каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыз, лайк басыңыз және комментарияға ойларыңызды жазып кетіңіздер. Сізде қандай жағдай болды, сол туралы жазып кетіңіздер және достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Ол менің каналымның дамуына және көбірек адамның көруіне септігін тигізеді. Іш кебудің болуы және оның себептері. Метеоризм, іш кебу неден болады? Мысалға біз асығыс тамақ жейміз. Фастфуд солар жеген кезде дұрыстап толықтай шайнамаймыз. Асығыс тамақ жегеннен де болады екен. Сағыз шайнағаннан ауа жұтып қойғанда арасында сол кезде де болады екен. Мысалға әңгіме айтып отырып тамақ ішкеннен, телевизор қарап тамақ ішкеннен іш кебу болады екен. Ауыздан ауа түседі, содан кейін іш кебу. Және темекі тартқаннан да болады екен. Кейбір азық-түлік метеоризмді алып келеді екен. Алма, үрме бұршағы, орам жапырақ, саңырауқұлақ, қара нан, редис, сүт, сусындар, ұн, сода, сыра тудыруы мүмкін. Ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмыс істемеуіне созылмалы панкреатит, гастрит, дуоденит немесе холецистит осы аурулар болса сізде, бұл да вздутие, яғни іш кебуге алып келуі мүмкін. Сонымен қатар іш кебулерге ішек жедел инфекциясы, бауыр циррозы, энтерит, перитонит паразиттердің болуы көрсетуі мүмкін. Және тағы басқалар. Іштің кебуі ауа немесе сұйықтық іш қуысында жиналып, оның кеңеюіне себеп болған кезде пайда болады екен. Дисбактериоз әдетте антибиотиктердің нәтижесінде дамиды екен. Ішек өтімсіздігі, полиптер, ісіктер, ішек моторикасының бұзылуы, жиі іш қуысының органдарының операциядан кейінгі орын алады екен. Стресс, жүйке жүйеден де іш кебуі, спазм пайда болады екен. Ол үшін не істеу керек? Іш кеуіп, қатты ішіңіз тырысып тұрса, ішіңіз ауырып тұрса, осы емді жасау керексіз. Ол емді келесі видеода айтатын боламын. Сондықтан да достар, каналыма тіркеліп алыңыздар, лайк басып, комментарияға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ол мен үшін өте маңызды. Келесі видеода кездескенше достар, сау болыңыздар.